Мен Милзам Әмір. Мен Айбибімін. Бұл біздің бақсамыз. Эко бұрышындар. Егеміз, су құямыз, баптаймыз. Біз апайларымызбен ақпан айында қызанақ пен пияз өсірдік. Қалдық заттармен құмыра жасадық. Біздің әдемі гүлдеріміз. Біздің болашақтағы жасыл балабақшамыз. Эко балабақша жұмысымыздың нәтижесінде мектеп жасына дейінгі балаларға арналған Әли мен Ая тақырыбындағы анимация кітапшамыз жарық көрді. Біз құрастырған Әли мен Ая тақырыбындағы анимация кітапшамызды қорытындылай келе, бала ата-ананың айнасы дегіміз келеді. Яғни біздер баланы тәрбиелеуінде табиғатты ластамаңдар, оған жауапкершілікпен қараңдар деп жатамыз. Бірақ біз кей кезде өзіміз де ластап, қоқыс тастап жататын кездеріміз де болады. Яғни біздер балаға үлгі болғымыз келсе, өзімізден бастағанымыз дұрыс. Яғни кішкентай іс-әрекеттер баланың өміріне азық болады. Балалар, біздің анимациялық кітапшамыз сіздерге оқыды ма? Ендеше іс-әрекетімізді балалар сыртқа шығып жалғастырайық. Ендеше біз қоқыстардан бөбек жайымызды тазалаймыз. Біз бөбекжай ауасын тазалап болдық. Тазалық өзімізден басталады. Тазалықты сүйеміз, табиғатты жақсы көреміз.